Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, Сұлтан бар. Мына жақта қазір Пернехан бауырым бар. Біз өзіміздің жұмысымызға оралдық. Енді елдің бәрі Қайрат Реал деп жатыр. Бүткіл Инстаграм, в общем, барлығы почти 80% Қайрат пен Реалдың матчы деп жатыр. Иә, өзіміздің Қазақстанның клубына сәттілік тілейміз Қайратқа. Қайрат жеңсін, жеңіс тілейміз. Алланың қалауымен дұғадамыз өзіміздің Қайрат үшін. Реалға да сәттілік тілеп қояйық енді. Барлық жанкүйерлер барған екен. Жарайсыздар, Алматы супер, керемет. Қолдау керек, өзіміздің елімізге қолдау керек, конечно. Қазақ айтады ғой, қазақты жамандама, қазақ бала, халық қой қазақ деген азақ қана. Мәңгілік ай астында, жер үстінде қазақтың жанашыры, қазақ қана. Бір-бірімізге жанашыр болайық, еліміздің клубын қолдайық. Дұрыс, ал біз өзіміздің үйімізді қолдауға келдік. Бізде жұмыс, бізде уақыт жоқ футболға, басқаға. Әрине, біз шын жүректен еліміз үшін қуанамыз. Мына жерде Пернехан деген бауырым бар. Пернехан деген жігіттің төресі, жігіттің сұлтаны. Жалпы мен бірден айтқым келеді, құрметті қыздар қауымы, құрметті арулар, ер азаматтың түр әлпетінің әдемілігі, оның сымбаттылығы басқасы маңызды емес. Ер азаматтың нан таба алатынында, еңбекқорлығында, ең бастысы қарапайымдылығында. Міне осы айтылған үш қасиетте осы жігіттің бойынан табылады. Өйткені мен өзім біраз уақыттан танимын осы бауырымды. Адамды бетіне мақтамайды, бірақ мен шынайы айта аламын. Мен қазақ айтады ғой, жақсының жақсылығын айт нұр тасын, жаманның жамандығын айт құты қашсын дейді. Осы бауырымның инстаграмына жазылып қойыңыздар. Инстаграмын қарап жүріңіздер. Скоро Пернехан өз инстаграмын қолға алады, жақсы стористар салады. Сол сәтте қолдау білдіріп қойыңыздар. Менің анамның үйін осындай қылып әдемілеп сылап беріп, өзі күндіз жұмыс істейді. Түнде маған келіп жұмыс істейді, ұйқысы дұрыс болмай жүр. Міне соған қарамастан мен өзім мойным алдым, жауапкершілікпен аяқтап берейінші бауырым деп уайымдап жүр менімен бірге. Дұрыс па? Дұрыс. Құдай сөзі. Әне, міне осындай жігіттерге риза боламын. До конца басында уәде берді, енді жұмысын до конца аяқтап береді Құдай қаласа. Жазды басталмайды уәде берді. Ол кезде решал басталмайды. Дұрыс айтасың. Енді анамның үйі біткенше менің қасымда жүремін деді, дұрыс қой? Дұрыс. Міне, Алла қаласа, Алланың қалауымен. Сол, міне бұл жігіт енді бойдағы жігіт, бұйыртса тезірек үйленіп кетсек екен деп жатырмын. Бұйыртса бұл жігіт үйленсе, біз тікемізден тік тұрып қызмет жасаймыз осы жігіттің қуанышына, тойына. Бүгін менің анамның үйіне көмектессе, мен бұйыртса ертең бұның жақсылығына көмектесем. Мәселе енді ол алыс берісте емес мәселе. Мәселе адамның жүрегіндегі тазалықта, адамгершілікте. Мен өзі постоянно айтамын, өзі адамгершілік деген нәрсе адамда бірінші орында тұру керек. Адам бастаған істі аяқтау керек. Мен өзім сондай адаммын. Бір жұмысты бастайын ба, оны до конца аяғына дейін жеткіземін. И өзімнің жанымда жүрген айналамда адамдардың да сондай болғанын қалаймын да. Bir жұмысты бастап, ортасын бастап кеткен адамдар, ол енді мен үшін білмеймін, ондай адамдарды өзім жақтыра бермеймін. Сондықтан да бастаған істі аяқтап үйрену керек адам. Сол. Мұнда Шерхан бауырым және де Гала бауырым сонымен не істейміз деп қатысушылармен ақылдасып, әркім өзінің жолымен кетті. Осы жігіттер болып футбол көруге баратырмыз. Қазір бұйыртса Реалмен. Неге бірінші Қайрат айтпасқа, я? Қайратпен Реал ойнайды бұйыртса қазір. Қала деген страшна пробка, абая вообще жабық. Сонымен қазір біздің қазақ жігіттерге, Қайрат командасына жеңіс, Реалға енді сәттілік. Конечно, сәттілік. Гала. Әрине. Солай. Ойын басталды, достар. Ал, жігіттер. Жеңіс тілеймін. Маяқта қыздар. Ойын деп отыр. Жігіттер. Ал. Давай, поддержка. Қайрат. Аяқаласай. Бір доп алып барды. Аллаға шүкір. Болды. Еркеш айтайын. Билет не істейтін адам шифроваться етіп, қашып, ақшамызды аренаға әйтеуір қайттық. Кіре алмадық. Ой, анасы деген бір кіре қойып деп едік. Ана жерде адам дофига, короче. Өтірік билеттер істеген переклубщиктардың билеттері істемейді, короче. Өтіріктен сыртта билет бар деп сатып тұрғандардың билеттері істемейді, сондай. Әйтеуір бір-бірін алдап кездесіп болып отырған жер. Үйге келатыр, мен басым сүмірейтіп, бұйырмады, енді қайтаймыз. В общем, стадионға кіре алмасақ та үйге келіп көріп отырық енді. Қайрата.
Телефонмен көріп отыр, короче. Балам ұйықтап отыр. Молодец, она была. Төрт ашуы бар, бірақ айтайын. Фарайда кім? Жас жігіт бұл Сіз жас жігіт үшінші ма, төртінші вратарь бұл. Молодец, ұстап отты. Хорош. Ұстап отты жан. Біреуінде ғана пенальтида ғана Мбаппе соқты ғой. Яғни стадион жақта вообще сөз ұстамайды. Солай достар. Короче, интернет қатып жатыр, ана жақта кіргізбей жатыр. В общем, бұйырмап той тұр. Ой-ой-ой-ой! Чуть-чуть. Бля. Саша, ты это видел? Я это не только видел, я это... Шанс бар. И полет был на самом деле... Шанс бар, негізі аккуратно на самом деле, қорқпай Не шо. поверил, что футболист Канада может так здорово закрутить. Бағана кім қайын деп қалыпты, дастаншы. Жанына келген ұқты бәрі. Реалдағы. Қайтекін ұтқын. Типа Куртуа, наверняка... сәл бір сұмдық болып тұрмын, себебі Алматыда тұрып мына матчқа барамай қалатын деген чувство жаман екен да. Қатты білінбеген, негізі мен өзім баяғыдан футболға қызығатын адам болғаннан кейін қойшы былай да көре саламыз. Негізі былай көреміз ғой дейді, әйелімізбен, әйел бала-шағамызбен ары бері телевизордан деген сияқты ғой. Бірақ все-таки уже қазір мен қалады жүзімде мына жақта деген атмосфера уже басталып жатқан сияқты ғой. Көшелер уже деген сәл-пәл тулар ілініп ше, жан жаққа қарасаң пробка деген 3 есе 4 есе болып ше. Базар жоқ, андан көргеннен кейін сәл ема деп қалады екенсің. Менің қалымда отқан нәрсе мен қалай барамай қалдым деген сияқты. Но бірақ ешқайда бармай үйде болып көретін болдық. Қазір кешкісін заттарымызды аламыз да, үйде соны жеп қойып, ішіп қойып, келіншегім бар, үйдегі мамамыз, папамыз, бәріміз, әжелеріміз, бәріміз үйде көретін болып